Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен осындай өте керемет мясо по-французски дайындаймыз. Қажетті заттарды описаниеға қалдырып кетемін. Ең алдымен фаршымызға қара бұрышымызды және дәміне қарай тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде картошкаларымызды осылай жұқалау етіп, домалақ етіп турап аламыз. Оның үстіне жарты қасық тұзымызды, петрушкамызды және 5 ас қасық майымызды құйып, үстіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша приправа салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді біз пергамент қағазына картошкаларымызды орналастырып шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп істейміз. Енді үстінен біздің фаршымызды орналастырып, барлығын жайып шығамыз. Фаршымыздың үстінен помидорларымызды орналастырып шығамыз. грамм қаймағымызға 150 грамм сырымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осылай сырымызды үстінен орналастырып, барлығын жайып шығамыз. Үстінен фольга қағазымен бетін жауып, қызып тұрған пешімізде 220 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Бізде 40 минут өтті. Осындай өте керемет кешкі асымыз дайын. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.